Қайырлы күн, мейлінеше оқырмандар. Бүгін сіздермен кедейлік мишлениясынан құтылу туралы видеомен бөлісетін боламын. Кедей болып ешкім кедей болып өмір сүрейін деп өзі қаламайды, оны өзінің әрекеті арқылы білместен жасайды. Қазір мен сіздерге бір жаттығуды көрсететін боламын. Осы видеоның соңына дейін көрсеңіздер, видеоны толықтай көрсеңіздер түсінетін боласыздар. Біз күнделікті айтып жүрген негатив ойларымыз, соны жайлап өзіміз өзгерте бастаймыз. Барлығын өзіңіз қағазға түсіретін боласыз. Сол кезде сіздің ойыңызда өзгеретін болады. Мысалыға, ақша үнемі жетпейді. Маған бұл пікір ұнамайды. Мен ақша үнемі жеткілікті деп сенгім келеді. Өйткені құрбым, сәулеге үнемі бәрі жеткілікті. Әрі Алла жомарт, ол барлық қолына жеткілікті ризық бере алатындай өте құдіретті деп осылай жазуы керек. Түсінікті ғой? Ақша жоқ демей, негативқа мән бермей, Алла жомарт, ол барлық қолына жеткілікті ризық бере алатындай өте құдіретті деп санамызды өзгертеміз. Енді бізде ақша туралы мишленияны өзгертуге арналған жаттығулармен бөлісе кетейін. Ақшаға қатысты дұрыс емес пікірлеріңізді осы өзіңізге алып алған дәптеріңізге не параққа жазасыздар. Мысалға, ойлауыңыз мүмкін, ақша қолдың кірі, все равно все деньги не зарабатывает, барлық ақша жеңіл келеді деген сияқты. Ақша үнемі жетпейді, ақша жүрген жерде ылғи ұрыс керіс жүреді деген сияқты. Бар бақытсыздық ақша үшін екен ғой деген сияқты негативті ойларыңыз болса, оны қағазға жазып түсіріңіздер. Енді жазып болдыңыздар ма? Төменге өздеріңіздің жасадым немесе жасамадым деген пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Егер миыңыздағы ақша туралы пікірді қағазға түсіріп болсаңыздар, бұл пікірді срочно өзгертулеріңіз керек. Жетістікте өмір сүремін деп қаласаңыз, онда дәл солай осы жаттығуды жасаңыз. Ең сорақысы, бұл балаларға ата-анасының пікір, яғни установкасы автоматты түрде беріледі. Сіз ақша туралы қалай ойлайсыз? Бала да сіздің балаңыз да ол туралы солай ойлайды. Ал бәріміз балаларымыз бізден бай, бізден абыройлы болғанын қалаймыз ғой, Сол үшін де өзіңіз дұрысталған кезде сіздің қоршаған ортадағы өзіңізбен араласып жүрген адамдар да өзгере бастайды. Бірінші өзіңді өзгерт, одан кейін басқалар өзгереді деген осыдан шыққан. Осылай техника түсінікті болса, енді күнделікті аффирмациялар айтып жүрген оқырмандарым болуы мүмкін, араларыңызда бірден аффирмация айтқан кезде мен миллионермін десеңіз, ми сенбейді, яғни ми оған қарсыласады. Қалай миллион теңге табуға болады? Ол өтірік қой деген сияқты. Ми қарсыласады, солай қарсыласады. Бірақ біз өзіміз мен миллионермін деп сөзбен де айта беруіміз мүмкін. Енді миды сендіру үшін әрекет жасау керек. Бұл дегеніміз қазір айтатын боламын. Мысалға, өзіңіз ақша туралы жаңағы айтқандай ойыңызды өзгертесіз. Әрекет жасау дегенде сіз ақшаны қайдан тауып жатсыз? Сол туралы өзіңіздің установкаларыңызды өзгерте бастайсыз. Бұл жерде ми қолмен жазу арқылы негатив установкадан жайлап бас тартады. Ол пікірдің қате екенін дәлелдеп көрсетеді. Алланың кеңдігіне, ризық несібенің молдығына миын сендіре бастайды екен. Осылай жасап көріңіздер. Техника ұнаған болса, осы достарыңызбен бөлісіп, және де техниканы бір апта ішінде жасап тұруларыңызға болады.